Қазақстан мемлекетінің каналында өтіп жатқан ашық алаң программасы емес қой, ашық айтайық бәріміз, бірақ сонда да. Сот орындау үшін бүйректен екі рет ұрсаң, жаңа мамалап жерде жатады, кәшітеді. Бұл кооператив деген дүниенің жалпы болашағы бар ма? Ешкімнен ешқандай көмек сұрап жатқан жоқпыз. Ешкімнен барып есігін қағып жатқан жоқпыз. Біз өз арамызда өзімізге 1300 пәтер алдық осы күнде. Мен өліп қалсам, маған мысалы үшін не холодно, не жарко, былайша айтқанда, мен ақыретін иншалла дайынмын. Сізге және сізге сеніп келген халықтың көз жасына қалып, ақыретте әттеген-ай, сол кезде бір пендешілікке салынып қойдым ғой деп айтып қалмайсыздар ма? Халықтың көз жасына қалмайсыз ба келешекте? Рой кооперативі қазір уақытта ең мықты кооперативтердің бірі деп айтсам болады. Жаңа жалпы капитализациясы 15 миллиард деген, ол өте үлкен көздерткіш негізі. Ешқандай кооператив халықты алдау үшін құрылмайды. Достығымен бұл жерге 200-каны кірістірмеңіз, керек болса 200-каны шыққаннан кейін кілтін бере салам, қайттан өзіңізге ренжімеңіз. Сізді грамотно марқылды. Арекең футло деп кетті. Бір жігіт жұмыртқаның бәрін салды, жұмыртқаның жарылып жатыр. Мен сұмдық білімдімін деп отыр. Қазір мен қарап отырмын, ухоженный, бет деген жып-жылтыр. Қазымен қартағана жейтін сияқты. Бұл кісі ақшаға мұқтаж емес негізінде. Билікте отырған көкелеріміз халықтан үлкен емес екенін солар түсіну керек. Халықпен бірге екенін түсіну керек. Кооператив, қайтадан айтамын, ол Аргендікі емес, ол Көңілбайдікі емес. Біз құрдық кооперативті, бұның халық иесі киесі. Армысыздар, уақыт көрсету бағдарламасының бүгінгі қонақтары қос кооперативтердің төрағалары. Енді өздеріңіз танисыздар деп ойлаймын. Дей тұрғанмен таныстыра кеткен жөн шығар. Арген Орынғалиұлы және де Көңілбай Шүкенов. Бұл бағдарламада бас қосудың негізгі себебі өздеріңіздің тараптарыңыздан көптеген сұрақ қойып жатасыздар. Жылқышыбай-ау, қайсы кооперативке біз сенейік, қайсысына ақша салайық, қайсысы бізді қадап кетпейді, қайсысы бізді лақтырып кетпейді деген сұрақтар көп қойып жатасыздар. Сондықтан сол мәселенің ақ қарасын жік-жікке бөліп, дәл қазір тарқататын боламыз. Ең бастысы мен анаған барыңыздар, мынаған барыңыздар демеймін. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Біріншіден уақыт тауып келіп жатқандарыңызға рахмет. Енді сұрақ мынандай. Жаңа айтып кеттім ғой мен. Телефоннан да сіздерге түсіндіріп айттым. Халықтың тарапынан қойылатын сұрақтардың бірі не істейміз біз дейді. Мына жақта алдында Аманат Хом былай болып кетіп қалды өзімен өзі. Қазір Аманат Драйв қана қалды. Мына жақта Рой кооперативында неше түрлі әңгімелер болып отыр бықсыған дейді. Ендеше өздеріңіз жауап беріңіздер. Біріншіден сөз кезегі өзіңізде араға. Сізден бастағанымыз дұрыс шығар. Ассаламу-алейкум рахматулла. Баршамызға енді қазіргі күні жалпы міне біздер енді кооперативтер, біздер тек қана екеуміз емес, Қазақстанда біршама кооперативтер бар. Жан-жақтан өзіңіз көргендей неше түрлі қыспақтар болып жатыр. Оның үстіне өзіміздің үлескерлеріміз жаңағындай бір кооператив не, асар не, халық біз не бітіреміз деген нәрсені көп түсінбеген секілді. Бұлай глобально алып қарайтын болсақ, негізінде қай кооперативте алып, оның үстіне өзіміздің Рой кооперативін алып қарайтын болсақ, қатты бір ашуланатындай, бір жаңағындай есік қағатындай күрделі бір зат болған жоқ. Себебі неге? Әрбір адам өз-өзімізге жауапкершілік алу керек, үлескер болғаннан кейін. Сөйтіп, қазіргі біздің жағдайымыз осындай. Қиыншылық уақыттан өте алмай жатырық. Оның үстіне уақытым келді менің, жаңағындай, сіз неге бермейсіз? Дейді. Енді қазіргі таңда білесіздер, әлемде болып жатырған дағдарысқа орай барлығының бір жауабы не? Форс-мажор болды. Біздер ісімізді тоқтаттық деп үлкен алып фирмалар айтып жатыр да оны.
Оның үстіне біздер келіп тоқтамай, сәл-сәл кешігіріп, бірақ беріп жатырық. Енді екінші тарапынан бар, енді ағаш екі жақты болады білесіздер. Екінші тарапынан ай сайын шығып айтып отырам. 30 ғана пайыз адам төлеп отыр. 100%-дан ба? 100% адамнан 30% адам төлеп отыр. Яғни біздер 100% істейтін нәрсенің 30 ғана пайызын төлеп отырық. Яғни 100 пәтердің айына берілетін 30 пәтерін беріп отырық деген сөз ол. Енді бұны қазір өзімнің мақсатым әр қалаға жүріп кездесіп үлескерлермен айтып жүрмін, бірақ сыртқы көрініс біздерде осындай. Яғни бермей жатыр, кешігіп жатыр деген, бірақ ішкі көрініс халық біріге алмай жатыр. Дайын емеспіз бе? Яғни болашақты өзгертуге дайын емеспіз. Біздерге қазір осы уақытта керек нәрселер. Неге? Мысалы, сұрақ туындайды. Жалпы кооперативтердің болашағы бар ма деген сұрақ туындайды. Өйткені Қазақстанда бірде-бір кооператив жұмысын істей алмай жатыр. Неге? Соның себебі, енді біздер қазір көзіміз жетіп отырған нәрсе, халық бір-біріне асарлатуға, жан ашуға, бір-біріне көмектесуге барлығы емес, жалпы дайын емес секілді болып тұр. Себебі қиындық келгенде, сырттан қиындық келсе біріктік, іштен қиындықтар шыққанда біздер ыдырадық. Құрметті Арген Орынғалиұлы, енді сіз өте күрделі қылып жеткізіп жатсыз да. Мына сұраққа жауап беріңізші. Сіз ашылғаныңызға, мен қателеспесем, Рой кооперативінің ашылғанда 2 жыл уақыт болды. 2 жыл жарым. 2,5 жылдың ішінде үлескерлерге қанша үй алып бердіңіз? Жалпы баспана. Бүгінгі күнде үлескерлерге біздер 1300 баспана алып бердік. 2,5 жылдың ішінде. Қордың, общий жаңағындай кооперативтің қоры қазіргі таңда бүкіл недвижимостьті жинағанда 15 миллиард теңге. Жалпы капитализациясы. Жалпы капитализациясы 15 миллиард. Ондай кооператив жоқ Қазақстанда. Жоқ. Бірақ біз соны бар еттік. Нәтижені көрсеттік. Барлық нәрсені қолымыздан келгенше істедік. Өйткені неге? Міне алдатқызбас, әлемде 1 миллиард пайшық бар. Соншалықты кооперативтер көп. Әлемде? Әлемде. 7 миллиард халықтың арасынан? 7 миллиард халықтың арасынан 1 миллиард үлескер бар. Біздің Қазақстан елінде де оны істеуге болады. Неге? Түрк елінде істеп жатса, Европаның елінде істеп жатса, Россия озері істеп жатса, неге Қазақстанда істемеске? Неге істемеске? Неге бірікпеске? Осындай қиын жағдайда. Ол екінші жағынан, енді біздер іргетасын қалаушымыз. Көнілбай мырза болса да, мен болсам да, бұның іргетасын қалау. Біздің алдымызда бұндай бір кооперативтер не істейді? Уақытша ашылады, жабылады. Біздер солмен кәдімгідей бір соғысып келе жатырық. Уақытша кооперативтер көп. Тұрақты келе жатқан сіздердікі? Тұрақты келе жатқан біздердікі. Біздерден кейін ашылып та жабылып та үлгерген кооперативтер көп. Бізден бұрын ашылып та жабылып үлгерген. Жаңа өтірік алдаспас, бізге басқа кооперативтер келіп айтады. Қосыңызшы бізді өзіңізге дейді. Ол бар. Қазақ бай қуатты болу керек. Ол үшін не істеу керекпіз? Әрине, төрттілікті көбейту парызымыз. Бүгінде қомағаятты мынадай жем-шөп турағыш құрылғы ойлап табылды. Тек қана жем-шөп қана емес, жүгерінің собығымен турайды. Құрметті ауылдағы ағайын, сіздер үшін таптырмас дүние. Бағасы өте қолжетімді. Асығыңыздар. Мен қазір Көңілбай мырзаға сұрақ берем, бірақ сіз мына сұраққа жауап беріңізші. Жалпы Рой кооперативінің болашағы қалай болады? Жалпы Рой кооперативінің болашағы біздердің жаңағындай істеп жатқан ісіміз бойынша ендігі 2 жыл
3 жылдың ішінде осындай дәрежеге жету керек. Болашақ студент бала жаңағыдай бір $100 оқуын бітіргенше, оқуын бітіріп те пәтерін кілтін қолына алатындай жағдайға жету керек. Мақсатыңыз сол. Мақсат сол. 4 жылдың ішінде. 4 жылдың ішінде, максимум 4 жылдың ішінде студент, былай айтқанда, яғни мен неге студент деп тұрмын, ақшасы көп емес адам бұл жерде. Сіздің мақсатыңыз Жастар. яғни жастарды қолға алу. Яғни әрбір қазақтың жасы баспаналы болса дейсіз, Әрине. Тамаша, керемет. Сіздер бір-бірлеріңізді қазір көріп отырсыздар ма, әлде осы күнге дейін дастархан басында болдыңыздар ма? Енді ассалаумағалейкум әлеумет. Біз Айрекемен 2 рет бұған дейін кездескен болатынбыз. Жалпы негізі бұл кісінің айтып отқан мәселесі жаңа дұрыс. Негізі Қазақстанда жалпы негізі бірінші кооператив Қазақстан мемлекетінің заңына сәйкес. Яғни заң оған шектеу қойып отқан жоқ. Бұл кісілер заң аясында бастады. Біз бұл кісілерден кейін бастадық, бірақ біз енді бастау үшін бірнеше жылдар бойы экономикалық, оның ішінде инфляция, девальвация келешекте болған уақытта қалай қорғану керек. Одан кейін Қазақстан мемлекетінің заң аясында қалай жұмыс жасауымыз керек. Одан кейін маркетингалық жаңағы жоспарлау, стратегиялық даму жоспарлар деген осы 4 бағытта мағлұматтар жиналдық. Сол кезде енді Қазақстанда жұмыс жасап жатқан кооперативтердің ішінде Рой кооперативі қазіргі уақытта ең мықты кооперативтердің бірі деп айтсам болады. Жаңа жалпы капитализациясы 15 миллиард деген, ол өте үлкен көрсеткіш негізі. Жалпы айтатын болсақ, біз бұл кісілердің қателіктері де бар, жетістіктері де бар, бәрін қарадық. Әрине, ешқандай компания бір деген бетте ол қателіксіз болмайды. Банктерде ашылып жабылып жатқан банктер бар. Сол сияқты кооперативтердің де ашылып жабылып жатқан жаңа Арекен айтқандай бар. Бірақ устойчиво жұмыс жасап келе жатқан Рой кооперативінің жалпы капитализациясы 15 миллиард болатын болса, қазіргі уақытта айтатын болсақ, әр адам айына 50 мың теңге сала отырып, бір жылдың ішінде 600 мың теңге ғана ақша жинайды. Ал Рой кооперативі оған 9 миллионға дейін пәтер алып береміз деген мәселе болған келісім шарттарында. Біз оның бәрін қарадық та, осы жерде шамалы осы экономикалық жағында әлсіздеу тұстар болды. Сосын кейін сөйлесіп келе, енді біз өзіміздің мына Қазақстанда жұмыс жасағаннан кейін бір-біріміздің жаңағы жұмыс барысында кездесіп, ақылдаса отырып, 30%-ға көтерсе екен деген ұсыныстар болған тұғын. Қазіргі таңда демек сіздер ақылдасып тұрсыздар. Ақылдасқанда енді мен кез келген кооператив ақылдасуға келетін болса, біз ақылдасуға дайынбыз. Өйткені жұмыс жасап олардың жабылып қалғаны емес, олардың ары қарай дамығаны керек. Ал енді 30%-ға көтергені бұл кісілердің дұрыс болды. Жақын арада телеарналардан көрсетіп жатқан мәселеге мен толық келіспеймін. Алматы облысында Рой тұтынушылар кооперативіне ақша құйып, пайызсыз үй алмақ болған бір топ салымшы алдандық қалдық деп шу шығарды. Олар қазір не салған ақшамыз, не алған үйіміз жоқ дейді. Бұл жерде мәселе былай болып жатыр. Қазіргі уақытта банктердің жаңағы иттен ұят кетеді дейді. Қазаннан қақпақ кеткенде иттен ұят кетеді. Солар қазіргі уақытта мысалы үшін банкке барсаңыз 50% ақша бересіз. 50%-ті банк береді сізге. Айтайық 5 миллионға үй алсаңыз 10 миллион теңгені 5 миллион сіздікі, 5 миллион банктікі. Кейін ол банк ана үйді төлей алмай қалса, үйді тартып алады. Алғашқы жарнасы қайтпайды, ай сайын ақшасы қайтпайды. Кісінің ақысын жеп қойып жатыр. Сол үшін адамдар өзінің мүлкін қорғау үшін қолына қару алып та жатыр қазіргі уақытта. Ал енді осының біз қазір енді Арекен екеуміз кейін кісіні ескенше біз конкурент емес, Құдай сақтасын. Қазақстанда адам да жетеді, условия да жетеді. Кімге қандай ұнайды, соны таңдау керек. Мысалы үшін біз таңдау беріп тұрмыз. Бұл кісі өте жеңіл таңдау берген. Адамдарға күшті жағдай жасалған. Біз енді мысалы үшін айтқан кезде 30% сол қате болған. Бірінші кездескенде біздің талқылағанымыз осы қате деп келді. Біз айттық 30% бересің, 50% бересің. А бұл кісілер айтады, ай сайын 50 мың теңгеден жинашы бір жыл бойы. 600 мың теңге жинайды. Бірақ сондай капитализацияны 600 мың теңгемен жинап тұрып, анандай жағдай жасау деген әрине ол үлкен жетістік, Аллахтың қалауымен ғой иншалла. Но енді қазіргі уақытта мен айта кететін жағдай, бұл кісілердің де істеп жатқан нәрсесі келешектегі қазақ халқы құл болып кетпесін банктерге.
Ал енді қазір мен кооператив деген нәрсені түсіндіре кетейін сіздерге. Көбіміз жаңа эмоцияға беріліп кетеміз. Кооператив деген әр адамның өз еркімен құралған банк жүйесі. Ешқандай банк ақша печатать етпейді. Банктер де халықтың ақшасын алып халыққа береді. Просто под процент береді. Бұл жерде 5% беріп отырмыз. Екінші әрі, мысалы үшін төлей алмай қалса, оны жаңағы үйі қайтады. Мысалы үшін кооперативтің ішінде басқа мүше алу мүмкін ол үйді, ал ол енді үйдің құны кеткен жоқ қой. Сондықтан оны жаңағы кісі ақысын жемеу үшін ай сайынғы төлеген ақшасын алғашқы жарнасын қайтып береді. Үстінде процент жоқ болса, кісі ақысы желінбесе, бұл мысалы үшін өте үлкен құптайтын нәрсе. Өкінішке орай қазір енді біз енді сіздің алаңда кездесіп жатырмыз. Бұл енді Қазақстан мемлекетінің каналында өтіп жатқан ашық алаң программасы емес қой, ашық айтайық бәріміз, бірақ сонда да. Арекеннің істеп отқан жұмыстардың бәрі маған ұнаған жерлері жаңағы, мысалы үшін мен Арекенге айттым, Ареке осыны 30%-ке көтерген жақсы еді, негізі сіздердің мен жақсы болғандарыңызды қалаймын деп едім. Бұл кісілер кейін 30%-ке көтерген екен. Соны міне халыққа мен осыны дұрыс түсіндіргім келеді. Жалпы Рой халқына қазір Ройның 20 мыңнан аса халқы Арекен айтқандай 30%-ін төлесе, өйткені ол Арекеннің қалтасынан төлеп отқан жоқ қой. Бұл жерде біз жай осы кооперативтің басын құрушы, құрылтайшымыз. Ал соның иесі халық, біз атқарушы органбыз, біз халыққа қызмет жасап отырмыз. Енді халыққа айтып түсіндіріп жатыр бұл кісі. Халқым 30% төлеші дейді. Яғни кооперативтің құлап қалған керек емес. Және де осы жерде тағы айту керек. Анау жаңағы жылпылдап жүрген журналистердің анау Рой кооперативіне или басқа да біздің кооперативтерге оның бәрі дос емес. Оның бәрі банктың жаңағы сөзін сөйлеп отыр. Енді осы жерде тағы да бір мәселе айтып өту. Егер де Рой кооперативіндегі жаңағы 20 мың адам басқа адам келмей-ақ қойсын. 20 мың адам, 26 мың адам ба, өздері 30%-ын салса, таңертең бұл кісі 5 мың квартира береді. Представьте себе. 30%-ға көтерсе. 30%-ға көтерсе. Яғни 5 мың пәтер беретін болса, көшеде жүрген каждый риэлтор Рой кооперативінің атынан біз квартира іздеп жүрміз. Кім іздеп жатыр? Ройдың адамдарын. Ройдың адамдары квартира алып жатыр. Ройдың адамдары не істеп жатыр? Енді біздің мысалы үшін қазір қарап отырсаңыздар, банктерден емес, осы Аманат Драйв, осы Рой деп жүр ғой адамдардың бәрі көбінесе. Ал неге кооперативке келмейді адам? Кооперативті бастаған адам түрін көріп, соған адамға сеніп келеді екен бұл кезде. Мысалы үшін Арекенге сеніп қазір адамдар келіп жатыр. Әлхамдулилля, оның ішінде ислам ғалымдары да бар осы қазақстандық. Бірақ бір ислам ғалымдары осы кооператив деген бұл халал немесе харам немесе жаңа басқа бір нәрсе деп пәтуа бере алмай жатыр. Мешіттегі имамдар да бар деп отырсың. Бұл кісі де бар, бізде де алып жатыр. Бізде де үй алып жатыр, машина алып жатыр, бірақ ол имамдар енді наиб имам болуы мүмкін, бір жай. Енді осы кезде дұрыс түсіну керек. Ол кісілер де дұрыс жол іздейді. Но бірақ олар айта алмайды. Халал, харам деп айта алмайды. Ал енді негізі мен бұл кісіде бір жерде келісіп, кездесіп не істегенім, бәрі бұл Рой болсын, ал Аманат Драйв болсын, әлхамдулилля. Аманат Драйвтың несі шамалы планкасы қиындау адамдарға. 30% жинақтаңыз, болмаса бірден салыңыз, бірден болмаса жаңағы 50%, 20 миллион асса 50%. Бізде фундаментальный математикалық анализдер бар. Соған сүйенеміз. Біз эмоцияға берілмейміз. А бұл кісілер эмоцияға беріліп қойған. Халықтың жағдайын жасайықшы, ай сайын 50 мың теңгеден үй беріп тастайықшы деген көңілдер болған. Ал енді осы жерде тағы бір астын сызып айтқым келеді. Ешқандай кооператив халықты алдау үшін құрылмайды. Просто оның кейін экономикасы дұрыс болмағандықтан, немесе жаңағы заң аясында дұрыс жұмыс жасамағандықтан жабылып қалады олар. А бұл кісілер қаншама қиындықты өтті. Прокурорский проверканы өтті. 3 рет прокурорский проверка өтті. Дерден өттік, департамент экономического расследования, областной прокуратурадан өттік и Астанадан генеральный прокуратурадан өттік. 3 прокуратурадан өткен кезде бұл кісілерге әңгіме айта алмады. Неге? Өйткені егер де бұлардың ішінде бір блок болатын болса, сұмдық болатын еді. Ал дым таппағаннан кейін әрине амал жоқ. Ал оның бәрі кооперативтің үй беру, мысалы үшін 6 ай бойы бұл кісінің счеттары аресте тұр ма? Жұмыс жасай алмайды әрине. Ал енді осы жерде тағы түсіну керек. Біздің жаңағы пайщиктерге осы тағы да құлақтарын алтын сырға прокуратурада, сотта, журналистерде сіздерге көмектеспейді. Бұл кезде көмектесетін бізге біздің құрған экономикалық модельдеріміз, бір-бірімізге деген сеніміміз, және де кооператив, қайтадан айтамын, ол аргендік емес, ол көңілбайдік емес. Біз құрдық кооперативті, бұның халық иесі. Яғни біз одан ақшаны шығарған кезде тек қана үй алуға, машина алуға ғана шығара аламыз. А одан басқа протокол общего собрания, онды солды біз анау жаңағы
Ломбард 24 бір анау хайп проектілермен шатыстырады адамдар. Ол хайп проекті де айтқан, мен лоқпын, мен ақшамды алды, сен не істейсің оны істе деп. А бұл кезде айтып тұр, мен үй алуға жинап жатырмын осы ақшаны. То есть назначение платежа КНПО, код назначения бұл банктен тек қана үй алуға ғана шығады. Сондықтан осы жерде бүгінгі кездесу барысында негізі фундаментальный дұрыс анализдер беріп, халықтың көзін ашуымыз керек. Жақсы, керемет. Құрметті ағайын, шығыс тәттілеріне тапсырыс беріңіздер. Ең бастысы бағасы қол жетімді, Қазақстанның кез келген жеріне жеткізу тегін. Дастарханның сәнін кіргізет, рахаттанып, өмірдің рахаты осы екен ғой деп терлеп отырып шай ішесіздер. Мені білесіздер ғой, болмайтын дүниеге жарнама жасап, болмайтын дүниелерді сіздерге ұсынбаймын. Сондықтан тапсырыс берсеңіздер, тағы да қайталап айтамын, өкінбейсіздер. Демек, мен түсінгенім бойынша, Құдай өзі сақтасын, Арген Орынғалиұлы мен Көңілбай Шүкеновтің екеуі бірдей өліп қалатын болса, онда бағанағы халық үйсіз-күйсіз қалады. Егер олар түрмеге жамалатын болса, онда халық үйсіз-күйсіз қалады. Егер екеуі аман болса, артындағы бағана сіздің артыңыздағы 25 мың адам, сіздің артыңызда қанша адам бар? Тіркеліп тұрған 3500 адам. Олардың бәрі автокөлігін алып, баспанасын алып, мақсаттарына жетті отырсыз ғой? Әрине, бір жерде осы жерде айту керек. Мысалы үшін бізде енді Құдайға шүкір заң аясында жұмыс жасағаннан кейін біз енді Қазақстан мемлекетінің заңдарына сүйенгеннен кейін біздің де заңгерлеріміз бар, басымыз екеуміз, сондықтан жайдан жай жаңағындай бізге уголовный дело бір нәрсе тағайындау мүмкін емес, енді Құдай сақтасын. Екіншіден, біздің артымызда халық тұр. Ол үлкен рөл атқаратын, өйткені кооперативтің иесі киесі халық. Одан кейін Құдай сақтасын, біз егерде өліп қалған жағдайда, халықтың ішінен біреуді бір таңдайды ғой, мысалы үшін. Ройдың ішінен біреуді таңдайды. Ройдың ішіне Арекеннің орнына кім бар? Ішінен бір суырып шығады, бір қазақтың жігіті, мен басқарайын деп. Пожалуйста, бәрі қол қояды, протокол жасағанын тағайындайды. Менде де сондай жағдай, Құдай сақтасын. Бірақ енді ал енді бізде ең қиын нәрсе бұл жерде инфляция, девальвация. Мысалы үшін айтайық, біз үй бердік 10 миллионға. Оның 7 миллион теңгесін 10 жылға бөліп төлегенде 58 мың теңге. Сол 58 мың теңгені адам төлеп жатыр. 10 жылдан кейін ол 58 мың теңгені төлеген кезде, яғни одан түскен 58 мың ана общий котелға түседі ғой. Біздің банктық жарна жиналатын жерге. Содан біз үй алып бере алмай қалуымыз мүмкін. Яғни сондай кезде, мысалы үшін біз стейблкоин қосып отырмыз, стабилизировать ететін қазіргі заманауи криптовалютаны қазір іске қосып отырмыз. Осы сұрақпен Арекенге де кеше қойып, Арекен айтып отыр, бұл кісілер жаңағы ай сайынғы төлемді ақырын ұлғайту арқылы сонымен инфляция, девальвацияның мына ақшаның керту мәселесін соны қысқартқан екен. Ол да былайша айтқанда бір экономистердің бұл жерде жұмыс жасаған көрініп тұр. Яғни келешекте инфляция, девальвация болатын болса, біз онда бірігіп ары қарай күшімізді біріктіруімізге болады. Яғни біздің қазіргі уақытта капитализациямыз криптовалютаның өсіп жатыр. Келешекте оның бәрі ауқымы өсетін болса, біз яғни Қазақстандағы кез келген осындай қаржы саласында жұмыс жасап жүрген компанияларға көмектесуіміз мүмкін. Өте керемет. Мен өзім қазір көзім елестетіп отырмын. Қазақстандағы екінші деңгейлі банктың қожайындары өстіп бір-біріне отырып, бұлай сөз жәрдем болса да, қол жәрдем болса да бермейтін шығар деп ойлаймын. Өйткені бізде бір-бірін көре алмайтындар көп қой. Сіздердің ауызбіршіліктеріңізге қайран қалып отырмын дәл қазір. Сіз бағана айтып қалдыңыз бір сөзіңізде. Ройдың дамығаны елге де жақсы, маған да жақсы. Бұл жақта адамдарға көптеген мүмкіндіктер берілген дедіңіз, Сосын сіз бұл жақтың жіберген қателіктерін айтқан жоқсыз. Тек қана жақсы жағын айттыңыз. Қателіктерін айттым ғой. Сіз басты қателігінің экономикалық бағанағы девальвация, инфляция болған жағдайда бұлар ақырындап үстіне ақша қосып одан шығалады дедіңіз. Негізгі Ройдың бүгінгі таңда жіберіп отқан басты қателігі қандай? Енді бүгінгі таңда Ройдың басты қателігі ол адамдарға ай сайын 50 мың теңгеден жинатуы,
және де мысалы үшін мен 50 000 теңгеден жинасам, мен 600 000 теңге бір жылда жинап беремін де отырам. Әреке маған үйімді бер деп. Яғни мен 600 000 теңге беремін де, ана жерге жарна жинайтын счетқа 600 000 теңге беремін де, содан 9 миллион теңгені алып кететін уақытым келді деп дәмеленіп отырам. Бұл кісілер соны әйтеуір құлатпай, сындырмай, коронавирустың кезінде, проверканың кезінде әйтеуір бір нәрсе өтіп, оны алып беріп отырғанына мен таңғалып отырмын да. Бұл ерлік. Бірақ жаңағы 30%-ға жеткізу керек еді алғашқы жарнаны. Сол кезде бұл кісілердің бәрі тамаша болып кетеді. Енді қазір бұл кісілер протоколым общего собрания кеше мен сіздердің бір интервьюлеріңізде көрдім, көтерген екенсіздер. Өзім іштей қуандым. Дұрыс деп отырсыз. Дұрыс. Ал енді оны қазір журналистер анау адамдарды қоздырып, жаңағы жарнашыларды, сол салымшыларды қоздырып, олар нет, мы так не договорились деп біреу айтып жатыр да сол кезде. Айналайындар, кооператив өздеріңдікі ғой. Если вначале так не договорились, так любой момент соберитесь, договоритесь. Ол кооперативді өлтіріп тастағаннан журналистің ешқандай несі кетпейді. Ол эфирдегі уақытын жауап береді. Бір кісілерге барып айтады, мен езуін тіліп келдім, сұмдық болдым деп. Ал енді ар жағынан прокуратуралар жаңағы уголовный дело қозғағаннан тағы да бір том жаңағы қағаз басылады. Одан ешқандай халықтың еш нәрсесі өзгермейді. Ал 30%-ін көтеріп жіберсе, ол көтергенде мысалы үшін қандай? Айтып отырмын ғой, жаңағы 5000 адам қазір ертең бұл кісі үй беріп жатса, ол деген үлкен бум. Ондай банктердің өздері қазір ойланып қалуы мүмкін. Тамаша. Енді құрметті араға, жаңа да айтып жатыр ғой сіз туралы. Қайран қалдым. Осындай әлемдік пандемияға байланысты қорықпай, қиналмай өздерінің дөңгелектерін дөңгелетіп жатыр. Үстіңізден іс қозғалса да әйтеуір барлығынан өтіп жатыр. Бұл да бір азаматтық көзқарас деп. Байқап отырмын, енді керемет мақтап жіберді сізді. Бірақ өзіңіз білесіз, саудада достық жоқ дейді. Расында сіздердің былай жеп отқан нандарыңыз бір. Адамдар аманат драйвқа барғаннан қарағанда сізге келгені, ол сізге де қолайлы. Маған мына сұраққа тура жауап беріңізші, халыққа да осы қызық. Аманат драйвтың басты бүгінгі таңда жіберіп отқан қателігі неде? Не үшін халық аманат драйвқа сену керек? Құрылтайшысын өздері алып тастап, ақыр соңында білмеймін қазір не болып жатырған. Бірақ енді ол осылай ғой. Біздер неге бір-бірімізге сәлемімізді түзеу, неге бір-біріміздің қателігімізді айта аламыз? Себебі бұл кісінің өз жердегі көретін пайдасы, немесе менің көретін пайдам. Егер де біздер пайда көретін болсақ, өз жерде деген не жоқ бір жаңағындай. Устав бойынша істеп қоюға болады. Кооперативтің общий жаңағындай кіріс жарнасынан 10-20% осын төрағасына үлес деп. Болады. Бірақ біздерде ондай жоқ. Сондықтан біздер расында қарапайым халықтың шынымен де жағдайын ойлап отырсыздар ма? Әрине, бұл жерде деген мен қалай аферистік көзқарас жоқ қой. Енді сіздер мені немесе ол кісіні қалай аферист дей аласыздар, егер де біздің капитализация любой банкке кіріп сұрасын, немесе біздер қазір-ақ бухгалтерлерден шығарып бере аламыз. Мысалға, общий капитализация қанша екен? Сонда 2 жыл жарым ішінде қолымыздан, мен мысалға қолымнан 15 миллиард ақша өткенде, енді біреу айтады, ол шетелге шыға алмайды. Көріп жатсыздар, шетелге де шығып кетіп жатыр. Кіріп жатырық, жұмысымызды жалғастырып жатырық. Қанша қиын болса да, мысалға біздер берілетін ой жоқ. Және ішімізден өртеніп тұрып бірімізден әңгіме айтқанда. Себебі неге? Біздер қазір қиналу керекпіз. Неге біздер деген темір жолын салып жатырық, алдымызда жол жоқ. Алдымызда жол жоқ. Міне, қалай осыдан Қазақстанда 100 жыл бұрын жол болмады. 905 жылдар жолды қазақтар қалай салды, қиналып. Вагондар қаншама өтіп жатыр қиналып. Содан бері қанша жеңілдік болды қазаққа, экономикасы көтерілді. Ол не үшін істелінді? Экономика көтерілу үшін. Қазіргі біздің істеп жатырған нәрсе не үшін? Экономика көтерілу үшін. Не үшін? Мына сыртқа, далаға біздің мүлік, жер, үй кетпесін. Кетпесін. Өйткені әрбір үйдің ішіндегі шаршы метр жері ол Қазақстанның жері.
бір банкке, оның үстіне сырттағы банкке, шетелдің банкіне сен алдың ба ақша, бере алмай қалдың ба, сен ана бір тілім жерді сол банкке, шетелге беріп қойдың. Ол не істеді? Ол сен өзің жерінде қаңғытып жіберді. Сонда біздер қазақ болып отырып, неге біз бір-бірімізге бұл жерде қолдау көрсетпеске? Бәлкім біздің тараптан қазіргі таңда оңай болар. Бірақ сіздер білесіздер, машинаны жүргізу үшін 3-ші скоростан бастап кетпейді. Бұл кісілерде де 2 жыл дайындалған да ол үшін. Менде 2 жыл уақыт, бір қателігіміз барлығымыздың. Бұл бәле коронавирус дегенді ескермей қалдық та. Оны енді ол форс-мажорный обстановка, оны жаңа Арекен бір сөзін жандандырып жейін. Жалпы негізі бізге қазіргі уақытта Қазақстандағы ішінде жұмыс жасап жатқан коллаборация жасап жатыр ғой қазір банковский система. Сосын жаңа сіз айтқан мәселеге тағы да айтқым келеді. Ешқандай банк өзі ақша печатать етпейді, халықтың ақшасын сапырып жатыр. Анау жаңағы банктың блогерлары оттай берсін. Екінші мәселе айтатын нәрсе мынандайды. Шетелден келген банктер егер сіздің үйіңізді алатын болса, мысалы үшін сіздер оригинал документтің қолына бересіздер адамның атынан, дұрыс па? Біз де оригинал документтің қолына береміз. Өзінде қалсын. Неге? Өйткені біз оны тартып алуға машықтанып жатқан жоқпыз ғой. Біз оны үйді тартып алуға ойластырып жатқан жоқпыз. Қалсын сол үй өзінде. Бірақ ақшасын төлеп тұр. Ал ай сайынғы төлейтін ақшасы оның айлығының айтайық жартысынан ғана құрайтын болса, мысалы үшін 10 миллионға үй алсаңыз, біз арқылы Аманат Драйв арқылы онда ай сайын 60 мың теңге төлейсіз. Кез келген адам ойнап күліп төлейді. Банкте 10 миллион теңге алсаңыз, сіз оған кем деген 150 мың теңге төлейсіз. Оның айлығы 150 мың теңге. Қалай төлейді ол? Егер ол төлей алмаса, үйін алып қояды, жаңа қаңғытып жүреді, бірақ соның иесі де үйді бірге-бір қосып қайтарасыз. Ал енді жаңағы банктың жаңағы айтып отқандай хозяйны ол қазақтар емес қазіргі уақытта. Оны бетін тіліп айту керек. Кімдер? Әртүрлі қазір ұлттар келеді. Мысалы үшін Сбербанк Россия, Алтын банк Қытай, тағы да басқа банктар туралы айтатын болсақ, оның бәрін енді халық өздері қарап алсын кімдікі екенін. Бірақ енді кешегі уақытта банк мәселесіне келетін болсақ, именно өткенде журналистер жаңағы бірінші біздің кооперативтерді жағалады. Әңгімені сол айта кету керек. Не нәрсе тауға болады, андай-мындай бір нәрсені өткендегі банктың шумнан кейін. Енді біреуді атып тастады, енді адамдардың бәрі негатив банкке қарай кетті, ойбай оңбаған кім сол банк деп кетті да. Соны кооперативке ауыстыру керек болды. Содан біздің кооперативтерге келді. Одан кейін бір қарасам біздің кооперативтен тапқаннан кейін Арекендерге қарай, Ройға қарай ауысқан екен. Ройға қарай ауысқаннан кейін бұл кісілердің ішінде де мысалы үшін әр нәрседе, әр банктың ішінде недовольный адам бар. Банкпен довольный адам бар. Мысалы үшін айтайық, Каспий банкпен қазір біраз адам довольный жүр. Неге? Перевод, жаңағындай қолайлылық көп та, әр нәрсені шешіп тастады. Мен айтпай отқан жоқпын, банктердің бәрі жаман деп. Жақсы банктер бар оның ішінде. Жаңағы дұрыс жұмыс жасап жатқан банктер бар, дұрыс жұмыс жасамай жатқан банктер бар. Сол сияқты кооперативтер де сондай. Бірақ таңдау халықта. Мен бірақ бір мәселе айтқым келетіні, біздің екеуміздің қазіргі сіздің алаңда кездескеніме қуаныштымын өте. Айта алмай жүрген мәселе, кеше мысалы үшін бір ислам ғалымдары деген жаңағы, білмеймін енді ғалым деген кімді ғалым деп айтатын, мен көп адамдар танимын. Ол да үлкен мәселе. Бірақ сонда жаңағы бір парадокс деді ме? Бір нәрсе деген программа, әйтеуір қазақша аты жоқ, түсінбедім соны. Сонда маған көр деп сілтемесін жіберді, мен басып көрдім, сонда жаңағы айтып жатыр да, біз банктерге барып жалынуымыз керек. Біз жалбарымыз керек, жыламаған балаға тамақ жоқ дейді. Соны айтып отырған бір ғалым дейді жаңағы. Көкенің баласы, сен банкке бар, 1000 рет жыла, банк өзінің интересін қорғамай, защит етпей, саған ешқандай жыламақ түгіл, өліп кетсең де еш нәрсе жоқ. Әйтпесе немесе кемпір мен шалды дала қуып шығып жатқанда бала шағасымен дірдектеп таңалды. Не олар жыламай жатыр ма, не олар сұрамай жатыр ма? Олар жылау дегенді естімейді олар. Олар тек қана деньги и все. Интересі сол жерде. Ал біз қазіргі уақытта жасап беріп отырған бағдарлама бұл сол халықтың өзіне банктың хозяйыны қылып қалдыруға. Құрметті ер азаматтар, Алман көрпешесін алып үлгеріңіздер, төменде көрсетілген нөмірге хабарласып, осы көрпешеге тапсырыс бере аласыз. Ең бастысы, Алман көрпешесін алып үлгерсеңіздер, жақын арада жылқы ұтып ала аласыз. Өте керемет. Қазір мен мына жерде сіздердің әңгімелеріңізді естіп отырып, шыны керек, ана бір шешесінің емшегіне тойып алған баладай болып отырмын да. Аузым ашылып қалды кәдімгі.
Я в шоке. Не деген бұл керемет деп. Енді нақты сұрақ қойыншы. Бұл кооператив деген дүниенің жалпы болашағы бар ма? Мысалға, сіз айтып жатсыз, ойбай 7 миллиард халықтың 1 миллиардты кооператив жағалап жүр дейсіз. Мына оң қапталымды естіп жатырмын. Мен сұмдық енді супер, енді документті береміз, анау басқа деп жатыр. Сіз, құрметті Көңілбай мырза, ойлап қалмаңыз, әңгіме жоқ. Бүгінгі таңда ешкімге 200-қа сыйлап жатқан жоқ. Ол ерлігіңіз, достығымен бұл жерге 200-қаны кірістірмеңіз. Керек болса 200-қаны шыққаннан кейін кілтін бере салам, қайттан өзіңіз ренжімеңіз. Әңгімеңіз оған тіреліп баратса. Бірақ нақты маған жауап беріңіздер. Кооперативтің болашағы қаншалықты біздің елімізде? Енді өздеріңіз осы саланың майталманысыздар. Бірінші сұрақ, осы сұраққа өзіңіз жауап берсеңіз. Жалпы кез келген кооператив бұл егерде Қазақстан мемлекетінің заңына сәйкес болса, екіншіден ол экономикалық жоспарлары түзу болатын болса, оның ішінде инфляция, девальвацияның алдын алатын болса, одан кейін маркетингалық жоспарларда дұрыс болатын болса, стратегиялық даму жоспарлары дұрыс болатын болса, әрине ол кооперативке шаң жуытпайды. Ешқандай еш нәрсе болмайды иншалла. Бұл бәрі Аллахтың қалауымен. Но бірақ біз енді қаншама жыл бойы дайындалдық, бұл кісілер сияқты бірден бастап кеткен жоқпыз. 2016-тан бастап ақыр зерттей бастадық. Сырттан келген жаңа Bestway дейді, тағы да басқа кооперативтердің уставтарын алып зерттедік. Бұл кісілерді зерттедік, қарадық, ошибкаларын выявлять еттік. Бірақ бір конкурент көрген жоқпыз. Біз жаңағы алдымызда жаңа сіздер айтқандай рельстер салып баратқан бір локомотив, бір вагондар тартып баратқандай көз алдымызға елестеттік. Конечно, одан кейін біз енді бүкілін дайындап, сақадай сай болып, сосын кейін барып бірақ шықтық. Ал енді кооперативтің болашағы бұл өте зор, Қазақстанда тем более. Жалпы жаңа Турцияда мен зерттеу жасадым, өткенде Түрк елінде 7 кооператив бар екен. 7 кооператив. Гүрілдеп жұмыс жасап тұр. Миллиондаған адамдар. Бәленбай миллиондаған адамдар бар. Мысалы үшін мен олардың инстаграмдарына да қазіргі уақытта өзім жазылып алғам, күнделікті үй алғандарын бәрін қарап отырамын. Сонда жаңағылар көбінесе жаңа бірлік туралы айтады кооперативтер. Халықтың бірлігі. Ол жақта да мысалы үшін Сбербанк бар, мысалы үшін. Басқа да банктер бар, шетелдік банктер бар, мысалы үшін. Ол жақта да жаңағы петрол бір нәрсе деген заправкалар бар, мысалы үшін. Сырттан келген жаңа америкалық нелер, инвесторлардың ықпалымен. Әртүрлі оларда да геополитикадан немес қой енді, бәрі жер бетінде болғаннан. Біз енді зерттеулер жасадық, бірақ олар жаңағы заңдар бойынша 2 жылға ғана рассрочка береді екен. То есть бөліп төлеу 2 жылға ғана. Өйткені түрік заңы 2 жылдан артыққа бермейді екен. Сондықтан сондай бәрін қарап келдік. Жалпы капитализациялардың бәрін олар жасырмай айтып отыр, қазіргі уақытта доступный сайттардың информациясы. Но бірақ ойлап отырмыз, егер де шетелдерде дамып жатса, мысалы үшін Қытайда әлі дейін бар. Совет елінің уақытында мысалы үшін банктерден үй алған жоқ, бәрі кооператив арқылы алды. Даже Путин өзінің несінде бір сұхбатында айтып отыр. Мен бірінші үйімді кооператив арқылы кезегімді күтіп тұрып алдым дейді. Яғни Совет елінің уақытында болды. Бұл заңның негізгі ешкім бұл заңға қарсы келмейді. Өйткені бұл конституциялық құқығымыз. Біз өзіміз біріккіміз келе ме? Біргеміз. Потому что конституциялық құқығымыз біздің анау-мынау адамдардың жаңа қол қойған заңдарынан биік. Конституциялық құқықтан олар төмен. Жаңағыда правовой бір нәрсе актілер, министрлердің қол қойған бір документтердің бәрі біздің конституциялық құқықтарымыздан төмен олардың бәрі. Яғни Қазақстан мемлекетінің азаматы өзінің конституциялық құқығын пайдалана отырып, осылай бірігіп алып, өзімізге бір ортақ банк ашып аламыз. Яғни кооперативті банк деп елестетейік көз алдымызға. Бірақ банктерде мысалы үшін 50 берсең 100 аласың, кемпір берсең қыз аласың деп шақырып алады. Сосын кейін ауыз мұрнын қанжалатып, артынан бәрін тартып алады. Осындай дұрыс емес қой. Сот орындаушыларын жібереді. Сот орындаушы. Одан кейін сот орындаушының бүйректен 2 рет ұрсын, жаңа мамалап жерде жатады, кәшітеді. Кәшітеді. Осындай деген бола мен. Ол жігіттікке жетпейді деп отырсыз ғой. Жігіттікке жетпейді. До конца тұрса, до конца ұрсын. Болмаса, конечно, заң аясында болу керек қой әр нәрсенің бәрі. Но бірақ ана ұрып атқан адам не үшін ұрады ол? Не үшін ол адам атысады, соғысады? Өйткені ол еркекті. Оның ақысы кетіп бара жатыр. Ол уже былай тымға да не істей алмай тұр, уже қолын түсіргісі келмейді. Последний енді кетіп бара жатқан кезде
баяғы судебный исполнительде попадать етіп қалады осындайда. Әйтпесе судебный исполнительде өзіміздің арамызда бар, жолдас жігіттер бар, туған таныс тамыр бар. Олар жай қарапайым адам өзінің жұмысын жасап жатыр. Бірақ мемлекет оларға жаңағы біреу құлап баратқа үстінен тонауға мүмкіндік берді. Шын айту керек, судебный исполнительдер қазіргі уақытта адамдардың төлемаған жаңағы үйлерін алып қойып, өздері кәдімгідей жағдай жасап отыр өздеріне коммерциялық тұрғыда. Оны мысалы үшін халық көріп отыр. Осындай жаңағы әділетсіздіктердің бәрінен кейін олар, конечно, халыққа ашынады. Ал біздің жасап беріп отқан жобада қарап отырсаңыздар, ана кісі үйін төлей алмай қалады ма, бізде де қайтарып береді кооперативке. Өйткені халықтың аманаты, ол жерде ақшаны ешкім печатать етіп берген жоқ. Банкте де ақша печатать еткен жоқ. Бірақ ана жерде адамға үйді алғанменен алғашқы жарнасын, ай сайынғы төлеген ақшасын көке мынаны алып кетіңіз. Ең құрғанда ана қаланың шет жағынан барып бір шалаш сатып алсаңыз деген сияқты ол деген кісі ақысын жемеу. Біз банк емеспіз ғой мемлекеттен көмек алатын. Біз мемлекеттен еш көмек сұрап отырған жоқпыз. Біз барып ешкімнен айтып жатырған жоқпыз. Мешет жасамасам болды. Біз тек қана айтып жатырған нәрсеміз любой госорганға бізге кедергі істемейінші. Біз халықпыз. Біз қазір бірігейік, жоспарымызды істейік. Ешкімнен ешқандай көмек сұрап жатырған жоқпыз. Ешкімнен барып есігін қағып жатырған жоқпыз. Біз өз арамызда өзімізге 1300 пәтер алдық осы күнде. Ол тек бір кооператив. Қаншама кооперативтер бар, мысалға. Ал ол кооперативтердің бәрі қазір бірігіп кетсеші. Онда сұмдық болады. Онда сұмдық болады. Ондай да болады. Мысалы үшін ана банк пен банк бірген, слияние болады. Сол сияқты кооператив пен кооперативті де біріктіріп жүріп болады. Біріксе не болады сонда? Біріксе онда ол мощный кооператив болады. Ешбір өндірісіміз жоқ. АХБК-ның бәрі супермаркет болып отыр ғой, несін айтасыз? Заводтарымыз, өзіңіз сөздің өзі, супермаркет болып кетті. Біздер үлкен бір торговый дом болып кеттік. Торговый домның ішінде өндіріс жоқ, сырттан алып келеміз, сатамыз. Ана байлардың соғып тастаған коттедждердің бәрі боди массаж болып кетті. Енді оны сен жақсы білетін шығарсың. Қазіргі уақытта негізі мынандай мәселе, құрметті достар, бір нәрсе айта кету керек. Ешқандай банк ақша печатать етпейді, мың рет айтамын бұны. Одан кейін сіз жұмыс жасаған кезде сіздің айлығыңызды сіздерге жетпейтін етінде есептеп қойған. Неге? Өйткені сіздер үй алу үшін міндетті түрде кредитке кіруіңіз керек. Екі-ақ мәселе бар. Енді айтайықшы, Қазақстанда қандай жол бар? Үкіметке очередьке тұрып үй алу керек. Оған үй алу үшін міндетті түрде сен бақытсыз болуың керек. Немесе сен мать одиночка болуың керек, күйеуің жоқ. Немесе бала шағамен күйеуіне ажырасып кетуің керек, немесе инвалид болуың керек. Осы үш мәселе бойынша үй береміз дейді, бірақ анда қаншама жыл әйтеуір тұрғызып қояды. Енді екінші мәселе, тез жолы ол барып банктен кредит ал дейді. Ал банктен кредит алғанда ол сіздің үйіңіз емес, ол иллюзия сіздің үйіңіз деген. Оригинал документі банкте болады. Керек болса кез келген кезде банк өзінің условиясын өзі өзгерте алады. Алып қоятын нәрсесін алып қоя алады. Ал енді қазіргі уақытта біздің жаңағы дүниедегі ең қымбат біздің уақытымыз 8 сағат, таңертең 8-ден кешкі сағат 5-ке дейін. Соны біз ақша тауып өткіземіз. Ал егер де біз сол ақшаны тапқаннан кейін оны жетпейтін болса, значит біз кредитке үй аламыз да, жалындаған жастық шағымызды сол кредит төлемей өткіземіз. Халықтан бірігіп, бір-бірін түсініп, мына жүйені түсініп, осыны қорғап, осыны қолдап отыратын жаңағындай әлеуметтік жауапкершілік алуы, бұндай кооперативтердің тұруы. Құласа, одан ешкімге жақсы болмайды. Үй алынды. Үйдің ақшасы халыққа қайтарылып беріледі. Ол жаңағындай мысалға біздер құлаған кооперативтердің мысалын айтатын болсақ, кооператив жабылды. Бірақ ол толық жабыла алмайды. Неге? Өйткені ішінде ең кемінде бір бухгалтер қалады. Ол бухгалтер үйді алған адамдардың қайтарып беріп жатырған үйлерін сот арқылы ақшасын қайтарып алады. Ай сайын түскен ақшадан үйлерін алмай қалған адамдардың ақшаларын қайтарып беріп отырады. Ең худший сценарий сол. Ол ең худший сценарий. Бірақ ол ұзақ сценарий. Жаңағындай енді 5 жылма қайтарып береді. Бірақ еще андай мәселе бар. Сіздердің алған 15 миллиард теңгелеріңізге алған үйдің құны қазіргі уақытта уже 20-25 миллиардтан асты. Өйткені
переоценка жасайтын болса, оның уже құны ақшадан жоғарылады деген сөз. Енді жаңа қастандық ойлап отырған адамдар көп қой енді. Бірақ негізі мен бір байқаған, егерде қазақтың жағдайын ойлайтын бір бала туса дейді, соның артын шұқитын немесе балағын тістейтін екі күшік қатар туады екен. Ол күшікті туып қойған Аллахтың қалауымен. Ол күшіктер жүз біздің балағымызға жармасып. Маған былайша айтқан кезде оларға қарап отыратын уақытым жоқ. Егер де мысалы үшін ең қиыны бұл кезде айтатын болсақ, егер де мен дымда істемесем, Арген дым істемесе, жарайды, басқа қазақтың сен дымда істемесең жеткізбесең халыққа. Мысалы үшін енді осындай ешкім ешнәрсе істемесе, бұның артында не болады? Қазақ қойша қырылады, бірін-бірін жаңа үйін жаңа тартып алады, бірін-бірін жаңа мүлігін тартып алады, өзінің етін өзіне жегізген заман болады. Осындай замандардың басында жаңа банкирлер тұрады. Ал банктың хозяиндары қазақ емес. Яғни бізде тәуелсіздік тағы да бұлыңғырлайды. Сондықтан бізде қазір егер де біздің жаңа балағымызды тістейтін азаматтар дүниеге келіп жатса, егер де жаңа енді бізге жаңа қастандық ойлайтын адамдар не істесе, кімге қастандық ойлайды? Кеше 37-ші жылдардағы қазақтарды сатып апарып аттырып тастағандай аттырып тастайды. Мен өліп қалсам, маған мысалы үшін не холодно, не жарко, былайша айтқанда, мен ақыретіме иншалла дайынмын. Күн сайын соған дайындықта жүремін, мысалы үшін ақыретіме. Қай күні өліп қалатынын білмейсің оны, Аллах ойын. Сондықтан өзің қолынан келгенше істейтін істеп қаласың. Анау бір бауырларымызда мақал бар ғой, өлгенше тірі жүрейік деп. Вот сондай ұстанымда жүреміз біз. Ал енді бізге қастандық жасайтын азаматтар жоқ емес, бар, мысалы үшін неше түрлі адамдар бар, бірақ олардың бәріне Аллах тағала енді әрине олардың қолдарын, аяқтарын, ауыздарын кісендеп қойсын дейміз. Бірақ енді сондай мәселелерде кімді өлтіреді, кімге шауып жатыр, соны ойлану керек бұл кезде. Егер де осы басымызға Құдай сақтасын басқа бір жаңағындай неше түрлі сценариймен нелер келетін болса, біз мемлекеттің, мына халықтың, еліміздің өркендеуі үшін және де қауіп төнген кезде жанымызды қиюға дайынбыз. Ондай азамат тауып алыңыздар қазіргі уақытта. Бәрін мысалын айтсаң, жерім, елім десем, бәрін айтады, маған жер беріп қойып бер не? Анау бәленшен жер, анау түгеншен жер, өздері қорғасын, маған 10 сотықты жер берген жоқсың деп сұраған кезде дейді. Мысалы үшін осындай азаматтар біздің қоғамда аз болу үшін, олардың жаңағы үйлі күйлі болу үшін құрылып жатқан жобалардың ішіндегі жақсысын жақсы деп айту керек. Енді қазіргі уақытта әрине бүгінгі кездесу өте тұшымды болады деп ойлаймын. Халықтың ойындағы жүрген, көкейінде жүрген сұрақтарына Рой деген не, Аманат Драйв деген не, олардың басшылары не үшін құрған деген сұрақтарға тұшымды жауап алса екен деймін, осы жерін тізбектеп. Ал енді артымызды қазатын, анау мынау арам ойлайтын адамдардың бәріне, олардың бәріне айтамын, олардың жұмысы істей берсін. Мүмкін сол үшін біреулер айлық алып отқан шығар. Мүмкін Арекен бір емес бірнеше отделді ай сайын жұмыспен қамтамасыз етіп отқан шығар. Олар тек қана осы кісіні зерттеу арқылы таңертең кешке дейін сонымен өмір сүріп жүрген шығар. Жүре берсін, олар да жұмысын істей берсін. Но бірақ халық бұл кезде бірігіп бір жерден болатын болса, халық бірігіп тұр бұның артында. 26 мың да сіздерде адам. Негізінде иә 26 мың деген, ол деген 26 мың адам сол Ройдың иесі де киесі солар. Оларға мен мысалы үшін тек қана жақсылық қана тілеймін иншалла. Тамаша. Мына жерде негізгі сұрақ енді бұл кезде қайтып айтып жіберіңіз. Бұл кезде мен жаңағы мәселе бұл кезде біздің интерестер тұрған жоқ бұл кезде. Сіз айтып тұрсыз ғой, Арекені жақсылап не істеп жатсыз деп. Мәселе Арекенде емес, Арекеннің артында 26 мың қазақ тұр да, мысалы үшін. Қазақ, әр қазақтың отбасы сол үйлі күйлі болайын деп тұр иншалла. Бұл үшін мен тек қана Аллаху акбар деп, Аллахтан соны әмин деп тілегенім болмаса, оған ешқандай арамдауым жоқ. Құрметті ер азаматтар, сіздерге арналған керемет жаңалығымыз бар. Егер де денсаулығыңызды күшейткіңіз келсе, төменде көрсетілген нөмірмен хабарласып, осы Horses Power атты өнімімізді алсаңыз болады. Мен сіздердің денсаулықтарыңызды қатты ойлаймын. Үйді алғысы келетін азамат сізге барды, үйдің құны 10 миллион теңге. Сізге неше салу керек және неше уақыт күту керек? Біздерде енді әртүрлі бағдарлама бар, стандартный бар, ол жаңағындай уақыт ұзап кетеді. 18 айлық, 2 жылдық жаңағындай күту мерзімі бар. Ол кезде 20% бірден құяды, 30% бірден құяды. Бұның барлығы жаңа уақыт белгіленеді. Көбірек құятын болса, әрине уақыт азаяды. Ең үлкен пакет қандай сіздерде? Ең үлкен ол 50-50. 50% бір құйса, 6 айдың ішінде біз 50% үстіне қосып үй алып беріледі. Максимальный сумма 25 миллион.
25 миллион теңгенің үйін алу үшін сізге баратын болса, демек 50%-ын құйса 6 айдың ішінде үй алады. 7 ай деген әңгіме жоқ, 8 ай деген әңгіме жоқ. Бұл жерде біздер 2 ай тағы да өзімізге аламыз. 6 айдан кейін 2 айдың ішінде ол таңдайды, құжаттарын түзетеді. 8 айда 8 айдың ішінде ертекше сіз үй алып бересіз, 50%-ын берсеңіз. Жақсы. Содан кейін қалған 50% сома ешқандай пайсыз төлей ма сізге? Әрине. Қанша жыл төлейді? Бөлінеді. Мысалға деген 150-100 мың теңгеден бөлінетін болса, айына 7 жыл, 5 жылдың ішінде. 5 жылдың ішінде. Ешқандай пайыз жоқ. Қазір біздер енді болашақтағы барлық үлескерлердің қайтарылым ақшасы 5 жылға деп отырық, өйткені девальвация жеп қойып жатыр ақшаны. Нақты айтыңызшы, былай, бағана өзіңіз сөзіңізді айттыңыз. Арекең тірлігін бәрі бір жерге жұмыртқаны салып қойған, жұмыртқаның бәрі жарылып жатыр дедіңіз. Иә. Демек, Ройдың болашағы бұлыңғыр дегенге келтіріп отырсыз ба сонда? Жоқ, Ройдың болашағы бұлыңғыр дегенге келіп отқан жоқ. Бұл кезде мен өзімнің экосистемамды құрастырып қойдым. Конечно, по воле Аллаха. А енді Ройдың мәселесінде Ройдың председателі көз алдыңызда отыр. Міне өзі жауап беріп отыр. Жалпы негізі 30%-ға алғашқы жарналарын үлкейту, ол сол Ройға екінші дем береді деген мәселе. Егер де керек болатын болса, Ройға мен жұмысқа тұрып, кәдімгі маған гонорарын төлесе, мен маркетолог немесе жаңағы стратегиялық жоспарларын құрастырып беруге де дайынмын. Сіз ақшаға қызықпайтын адам едіңіз, қайтесіз гонорарды? Енді мен бұл кісілерде тегін жұмыс жасауым. Қазір мен өзім көріп отырмын, примерно сізді грамотно мат қылды. Айтқанда Арекең фуфло деген келтірді. Бір жерге жұмыртқаның бәрін салды, жұмыртқаның бәрі жарылып жатыр. Нақты жауап беріңізші. Енді мен танитын Арекең таудай тұлғы неге қазір көтіліп отырсыз? Бұл жердегі жаңағындай жұмыртқа деп отырғанымыз біздердің бұл кісінің манада айтып кеткендей әртүрлі салаға дем беріп қойған, әртүрлі салаға. Енді бұл кісінің көзқарасы сондай. Біздер мысалы жаңағы жақты істей аламыз. Мен ең бірінші кездескенімізде де бұл кісі жаңағындай мынандай неше түрлі жақтарымыз бар деді. Оны менде де сол моментте іліп алуыма болатын еді. Өйткені қазір не специалистер көп. Қазір не мысалға деген бәрін істеуге болады. Бірақ бұл кісі оны жақсы етіп істесе, мен өз жұмысымды жақсы етіп істесем. Мысалы, өйткені біздерде қазіргі таңда адамның санымен ғана отыр да кооператив. Адамның санымен отыр. Егерде басқа кооперативтерде жаңағындай 3 мың, 4 мың адам болатын болса, оның жаңағындай 1 мыңы шығып кететін болса, қолып қалады аяғысынан. Жоқ, оны түсінікті. Неге сіз қарсы алдыңызда отырған сіздің конкурентіңіз ғой, енді конкурентіңіз сияқты неге сізде жұмыс жасамадыңыз? Сізде неге биткоин ашпадыңыз? Сізде неге бағана текстильге өтпедіңіз? Енді былай айтқан кезде 5 ақша айналып жатыр ғой? 15 қанша дедіңіз? Миллиард дедіңіз. 15 миллиард айналымда сізде айналып жатыр. Мен ол көз алдыма келіп отқан жоқ. Біз анау 1,5 миллион теңге салмаған жігіттеріміз ғой. Иә. Мысалға енді оны алып, неге сіз салмадыңыз? Ана жаққа бір салмадыңыз, мысалға. Допустим, алып қарбыз екпедіңіз ба? Мысалға, ол не дейтін болсаңыз, бағанағы ұтылып қалам дейтін болсаңыз, онда бағанағы білмеймін ғой, көп қой бізде. Мына жақтан түскен бизнестің ақшасы мына жаққа салып, мына жақтан салған, мына жаққа салып. Бауырыңыз сияқты. Енді қазір осы жерге жауап беріп кетейінші. Қазақстан мемлекетінің заң аясында кооперативке түскен ақшаны бұл кісі мен де алып басқа жаққа айналдыруға құқымыз жоқ. Яғни ол бизнеске направлять етілмейді. Жоқ, сіздікі сондай емес пе? Ақша, мысалға, мен түсінгенім бойынша сіздің ақшаңыз жан-жақта айналымда. Жоқ, бізде кооперативке дейінді, бизнес болып біз кооперативке дейінді біз осыны разработка жасағанбыз. Бұл 1-2 күндік разработка емес. Иә, бұл еще 1-2 күндік разработка емес. Бұл 2016 жылдан бері, 2014-тен бері келе жатқан разработка. Демек, халықтың мына қазынаға жиналған ақшасын басқа бизнеске салуға болмайды. Болмайды. Демек, сіздің ақшаңыз, бағанағы биткоин ашып жатқаныңыз, Турциядан Қазақстанға киім әкеп кіргізіп жатқаныңыз, автокөлік беріп жатқаныңыз, бұл
халықтың ақшасы емес. Халықтың жинақтау қорындағы ақшасына тиісуге құқығымыз жоқ. Оған тиіскен жағдайда Қазақстан мемлекетінің заңына сәйкес растрата хищения верного чужого имущества деген бар. Сол заңға сәйкес сіз түсіп қаласыз. Ал енді қазір өзіңіз жаңағын айтып отырсыз. Біздің жан-жағымызда жау жоқ емес, жан-жағымызда жау жетеді. Оның бәрі бізді күнделікті лупамен қарап отыр. Назначение платежа банктен өтіп жатқан ақшаның бәрі қаяқтан келіп жатыр, қайда кетіп жатыр, бәрін кәдімгідей четко қарап отыр. Мына жерде бағана өзіңіз айтып қалдыңыз ғой. Егер мүмкіндік болса, мен Рой кооперативіне жұмысқа тұруға дайынмын. Әрине ақшасын төлесе дедіңіз. Жақсы, сіз жұмысқа алды дейік, Арген мырза, ертеңнен бастап. Соншалықты жұрттан қалатындай аузымызды ашып, аузымыздан бағанағы суымыз құрғанша не болып кетті мынау дейтіндей не жасайсыз соншалықты? Енді бірінші мен заң аясындағы бұл кісілердің уставтары мен жаңағы договорларына толықтырулар мен енгізулер бар. Енді мен бұл кісілердікі бәрі дұрыс. Толықтырулар мен жаңағы өзгертулер енгізу деген ол кооперативтің жұмысын жақсартуға және те келешектегі капитализациясын айқындауға және те бір счеттағы ақшаға екі счеттағы ақшаның жаңағы бір-біріне қарым-қатынасын кәдімгі четко бөліп көмектесер едім. Одан кейін жаңағы маркетинг исследованияларымыз бар біздің жасаған. Сонымен бөлісетін едім. Қанша уақытта көтеріп беруге дайынсыз компанияны? Жоқ, бұл кісілердің компаниясы көтеріліп тұр ғой, алхамдулилля. Егер де қазір керек болып жатса, мысалы үшін басқа да жаңағы жұмыстарын жылдамдатуға және те маркетинг жағын дамытуға үлесін қосар едім. Егер де, конечно, көмек керек деп жатса. Мен кез келген кооперативте осындай ұсыныс жасап жатырмын, бірақ жаңағы халық әйтеуір далада қалмасын деген бастап. Сіз бұл жаққа барып ертең техничный Ройдың клиенттерін өзіңізге тартып кетпейсіз ба? Ройдың клиенттері келетін адамдар өзі келіп болған бізге. Біз өткенде акция жасағанбыз, кез келген кооперативтен келсеңіздер болады деп. Оның үшін айту керек. Жалпы біз ол кезде бәленше түгенше деген кооперативтен келдеген жоқпыз. Бізде басқа да жағдайлар болды, сондықтан біз айттық, кез келген кооперативтен келсем, бізге ақша төлемей ақ қой, келе бер деген даже шегінде қабылдаған күндер болды. Қанша сізге гонорар төлеу керек? Сөзіңізді бөлейін. Гонорар сізге қанша төлеу керек? Өздері қанша айтады, сонша. Бірақ енді мен сондай ақшаға біреуге жаңа жалданып жұмыс жасап не істеп көрген жоқпын. Бірақ енді ол кісілерге ұнап жатса жұмысын, пожалуйста, төлесін деген сияқты мәселе ғой. Ұнамаса төлемесе де. Примерно өзіңіз түсіндіңіз. Жаңағы білетін білімді бөлсем. Мен сұмдық білімдімін деп отыр. Өйткені менің сұмдықтығым соншама бағанағы осы әлемде Новая Зеландияның өзі таңғалып отыр деді ғой. Криптовалюта шығардым дейді. Енді естіп жатырмық шынымен де. Бірақ мен криптовалюта алуға мүмкіндігім болмады. Ақшам жетпеді, бірақ ала алмадым. Бірақ келешекте көремін енді, алып қойса өседі деп жатыр ғой. Бұл кісінің білімі сізге қажет па? Жұмысқа алғыңыз келе ма? Біздерге жалпы енді бұл кооператив болғаннан кейін бұл жерде мен отырып алып айта алмаймын. Мен оны үлескерлерімізге де айтамын. Арамыздан мықты юрист болса, мықты счетовод болса, келіңіздер. Бұл менің жаңағындай қорғап отыратын мүлкім емес. Бұл жалпы біздің мүлк, халықтың мүлкі. Ол халықтың мүлкіне мен жауап берем. Оны дұрыс жүргізбесем, жеп қойсам, әрине білімді маман келіп маған айтса, көмегін берейін десе, көмегін аламыз. Тартып алуға дайынсыз? Тартып алуға дайынбыз. Бүгіннен бастап? Оны амана драйвтағы адамдар бізге кетіп қалмайды ма сіз? Оны жесіз ғой, сізге плюс емес па? Қанша төлеуге дайынсыз ақша? Жалпы мына кісінің осы отырысы ай сайын қанша теңгеге татиды? Қазір мен қарап отырмын, ухоженный, бет деген жіп жылтыр. Қазы мен қарта ғана жейтін сияқты. Енді бұл кісі ақшаға мұқтаж емес негізінде. Көп беріп қойсам ренжиді. Сонда мен ақша үшін келдім бе не деп. Мен түсінгенім бойынша бүгіннен бастап Арген Орынғалиұлы қасына көмекші ретінде Көңілбай Шүкеновті алуға дайын ғой, Дайынбыз. Дайынсыз. Тамаша, керемет. Бізде бір бабамыздың бір сөзі бар ғой, ата бабамыздың. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейді. Қалай болады екен?
Жоқ, енді бұл кезде қошқардың басы емес, жалпы негізі айтып отқан мәселе дұрыс. Біз де айтамыз, өзіміздің салымшылардың арасында егер де жұмысқа жарамды, басы бір бағытта жақсы жұмыс жасайтын экономикалық айтишниктер болса, айтайық заңгерлер болса, нелер болса, жұмыс жасауға дайынбыз. Алып та жатырмыз ондай кісілер жұмыс. Бізде машина алып, кейін бізге жұмысқа тұрып кеткен кісілер бар. Біздің бухгалтеріміз мысалға өзіміздің үлескер. Мен даладан неге аламын? Өзіміздің үлескерді бухгалтер екен алдық. Жасыратын несі бар? Сондай нәрселерді жасайды. Енді сіздер дұрыс жағынан түсініңіздер. Біз 1 сағаттан астам ой қорыттық. Негізгі бұл тақырыптың көтерілгені мына бүгінгі таңда әлеуметтік желіде түрлі келетін хаттар. Жаңа айтып кеттім. Ройға барайық па, әлде Аманат драйвқа барайық па? Сіз қайсысын айтасыз? Дейді да маған. Өйткені себебі мен өзім осы күнге дейін көз қарақты көрермендерге мынаусына барыңдар, мынаусына барсаңдар тиімдірек деген сөз аузымнан шыққан емес. Былайша айтқанда маған по барабану қайсыларыңызға барады. Өйткені, Жылқышыбай мына бағдарламаға қолдау көрсетейін өзім тарапымнан. Мынандай кісіге ақыр көмектесіп жатыр екесің ғой. Міне дегеннен кейін Арекең сондай азаматтығын көргеннен кейін, сондай өзінің қазақ кеңжүректігін көргеннен кейін жақсы Ареке деп мен Арекеңнің есімін бағдарламада айтуға тиістім. Өйткені ит өмір деген бағдарлама осы кісінің арқасында шығып жатыр. Екіншісі кәке, Нұреке, жұртым жұтамасын деген бір осындай бір бағдарлама ашып жатыр екесің. Осы бағдарламаға мен де бір қолдау көрсетейінші. Сен де бір ерігіп жүрген бала емессің ғой сорлы. Операторыңа төлейсің, анаған төлейсің, жүріп тұруың бар деп, сізде қолдағаннан кейін сіздің Аманат драйвты айтам. Сондықтан мына жақта недоразумение болып отыр. Сол себептен екеуіңізді қойып, бетпе-бет осы мәселені ашу үшін мен отырмын. Бағдарламаға соған арналды. Мен және де осы мыңдаған көрермендерге айтарым, ойды өздеріңіз түйдіңіздер. Енді өздеріңіз таразылайсыздар. Екі азаматтың да айтып отқан сөздері, кооператив әлемде бар нәрсе, бұл заңға сай, біз өзіміздің жұмысымызды қиналсақ та түрлі қиындықтардан өтсек те жасаймыз, бұл елдің игілігі үшін, қазақтың болашағы үшін деп жатыр. Әрине барлық нәрсені уақыт көрсетеді. Енді сайып келген кезде 90 ауыз сөзін тобықтай түйіні дейді. Түйінді қортайық. Құрметті Арген мырза, алып қосатын неңіз бар? Мен қай сұрақты сіздерге қоя алмадым? Енді жалпы манадан бір айтылып отырғандай, бұның бастамасы негізінде сол халықты біріктірейік, халықтың игілігін ойлайық. Өйткені жаңғыз басты тарттық, жаңғыз жүрдік, ештеңке тауылған жоқпыз. Бар, бірақ оның барлығы қызық болмай қалды. Сол себептен қолайлы, ыңғайлы бастап кетуге, тез күш алуға деп осындай жеңілдіктермен бастадық. Қарапайым халыққа ыңғайлы болсын деп. Бірақ енді біздер осындай деңгейге жетіп, айтып отырық қой жаңа, капитализацияның өзі 15 миллиард болып жатырғанда, кішкене бір қиындықтар келіп қалғанда, қиындықтың өзі біздерде қазіргі таңда туындап отырған уақыт болып тұрды. Яғни біздер не істедік? Ең басында ниет еттік. Ниет еткеннен кейін біз не істедік? Амалын істедік. Амалын істедік, нәтижені көрдік. Көрдік нәтижені. Өйткені барлығы жақсы болып тұрғанда, барлығы жақсы болып тұрғанда, біздерде кәдімгідей айына 100 үйдің уақыты келіп тұрмай, 100 үй бердік. Айына 100 үйге дейін бердіңіздер? 130 үй бердік. Бір айда? Бір айда. Не деген сұмдық? Кәдімгідей уақыты келді, бердік. Бірақ біздерді келді де кәдімгідей механически тоқтатқандай тоқтатты ғой. Шулап бара тұрған пойызды деген стоп кран басады ғой. Сондай етіп стоп кран басты да. Сонда тоқтағаннан кейін уже не істеді? Бұл нәрсе қазіргі мына біздердің болып отырған нәрседен ешбір кооператив сақтана алмайды. Өйткені
жүйе сондай да. Ана жақта далада біреу отырды да іс қозғап жіберді. Не бір хабарласқан жоқ, не бір жаңағындай несі жоқ, дәлел жоқ ол істі бастауға. Просто бастады и тоқтатып тастады. Қазір Аллаға шүкір, сол кезде біздерде деген айналымда 4 миллиард болды. Сол қиындықтан кейін, кризистен кейін біздің қазіргі общий айналымдағы ақша 15 миллиард. Тамаша. Енді қазір бұл кооперативті күрделендіру ары қарай жұмысын жаңағындай осыншама пайызын енді жинау керек. Өйткені не істеу керек? Бұны деген аяғында нық тұру үшін, аяғында қатты тұру үшін бұл кооперативке осындай шарттар маңызды. Жаңағыдай Гүлнабай мырза да ақымақ емес, ол айтпайды ғой. 10% беріңдер демейді ғой. Неге? Өйткені ол білет, кооперативтің мықты болу үшін біздінде де экономистер санаған ең кемінде 30% болу. Тамаша, керемет. Ең кемінде. Мына сұраққа жауап беріңізші маған. Сізге және сізге сеніп келген халықтың көз жасына қалып, ертең ақыретте әттеген-ай, сол кезде бір пендешілікке салынып қойдым ғой деп айтып қалмайсыздар ма? Халықтың көз жасына қалмайсыз ба келешекте? Енді біздерде екеумізде жауапкершілік бар. Кәдімгідей қоғамдық жауапкершілігіміз бар. Бұл жердегі біздің мойнымыздағы мақсат не? Адал істеу. Адал істеу. Демек, адалынан болса көз жасқа қалмаймыз деп отырсыз ғой. Әрине, адалынан болса, халыққа түсіндіріп жеткізсек, халыққа түсіндіріп жеткізу керек екен. Тамаша. Сіз қазақ халқының көз жасына қалып қалмайсыз ба? Құдай сақтасын. Бізде негізі эмоция жоқ. Бізде жаңағы цифрға негізі алып келеміз. Ал өз адамда екі түрлі ответственность болады. Оның бірі моральный ответственность деген бар. Қоғам алдында жаңағы жауапкершілік. Сондықтан бұл жұмысты біз енді Құдай бетін алып қылсын, бір нан таппай жүріп, бір жаңағы осыдан бір нәрсе жасайықшы деген мәселе емес. Жаңағы осы халқымыз келешекте өзге елге құл болмасын деген мақсатта. Өте керемет. Енді жалпы сіздерге түсініксіз, ұрымтал жерден ұмтылып, бір бәле іздеген сұрақтар қойса, мен кешірім сұраймын. Бұл халықтың көкейінде жүрген сұрақтар. Біз сіздермен біздерді осындай біреуіңізді көңілбай қылып, біреуіңізді арген қылып, біреуіңіз жылқышыбай қылып жүрген көзі қарақты көрермендердің арқасында, біздің арқамыздан қағып жүрген осы халықтың арқасында осындай болып отырып, өстіп шай ішіп рахаттанып. Сол себептен ешкім халықтан үлкен емес. Әсіресе мына біздің билікте отырған көкелеріміз халықтан үлкен емес екенін солар түсіну керек. Халықпен бірге екенін түсіну керек. Қашанда халықпен бірге болайық. Қарапайым халықпен бірге болайық. Мен қуаныштымын сіздермен жүздескеніме, сіздермен дидарласқаныма. Ең бастысы уақыт тапшы, өздеріңіз білесіздер. Әйтпесе көп нәрсе айтуға болар еді. Мүмкіндігі осыған енді сидырайық, осыған қанағаттанайық. Қарап отырмын, көзіңізге қанағаттанбай отырсыз. Әлде сөйлегіңіз келіп отыр. Жоқ, бәрі жақсы. Жалпы сізге де қарап отырмын. Тағы деп отырсыз. Ана салмағы 110 килограмм жігіттер тағы деп айта алмайды. Сіз 60 килограмм болсаңыз мықты екенсіз. Кәдімгідей тағы сұрақ қойшы, тағы жауап берейінші деп. Сол себептен осымен доғарайық. Алып қосатындарың жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы кездеспейтін, сөйлеспейтін деген адамдарды осындай бас қосып, жаңағы осындай шайға шақырып отқаныңызға алғысым шексіз. Және де халықтың бүгін көкейінде жүрген сұрақтардың бәрін жауабын алып қалған шығар деп ойлаймын. Жалпы бастысы біздің не үшін жұмыс жасап жатқанымызды түсінді деп ойлаймын. Ал біздің қосылмайтын басты осындай шайға қосқан қазақылығына рахмет деп айтайын. Үлкен рахмет. Жақсы. Жақсы, біздің мысалы үшін бұл кісі сонау басқа қаладан, біз басқа қаладан мына Алматыға келіп отырмыз сізге шайға. Сондықтан шайыңыз тәтті екен, енді жігіттеріңізге бәріне Алла разы болсын дейміз. Аманатраевтан бір үй, Ройдан бір үй қажет емес. Ертең кілт әкеп тұрмаңыздар. Жақсылықта жүресейік. Сіздермен болған Жылқышыбай